Шын мәнінде кластерде біз қазір шешуге тырысатын жаһандық мәселелер мен міндеттер бар. Біріншіден, біз кластердің өзіне құрылыс материалдары мен жабдықтарын өндіруші компанияларды, құрылыс салушы компанияларды, инжинирингтік компанияларды біріктірдік. Олар құрылыстың өзіне, зерттеу компанияларына, білім беру мекемелеріне, ғылыми зерттеу ұйымдарына қызмет көрсетуді қадағалауды қамтамасыз етеді. Яғни бұл әртүрлі жолдармен бір салаға жатуы мүмкін. Біреу бізге кадрлар дайындайды. Білесіз, Қарағандыда бұл жақсы дамыған. Бұл бір кездері ғылым мен білім саласындағы ең ірі аймақтың бірі болды. Бүгін біз бұл әлеуетті сақтауға және пайдалануға тырысамыз. Екіншіден, Қарағандыда зертханалар желісі жақсы дамыған. Кез келген өндірісте зертханалық сынақтар бар екенін білесіз. Біз үшін бұл маңызды. Себебі қазір тауарларды сертификаттау бойынша үлкен мәселелер. Материалдар барлық жерден әкелінеді. Сондықтан өз нарығымызды, өз өндірушімізді қорғау үшін бізге құрылыс материалдарын сертификаттау арқылы тауарлардың сапасын бағалау бойынша жаңа критерийлерді, жаңа тәсілдерді, жаңа механизмдерді қолдану қажет. Осыған байланысты біз зертханалық және зерттеу компанияларының, ұйымдардың мониторингі бойынша жұмыс жүргіздік. Кеңес үкіметі кезіндегі құрылыстан қалған зертханалардың бәрі Қарағандыда және басқа да серік қалаларда шоғырланған. Сондықтан біз қазір мұның бәрін бірыңғай желіге біріктіруіміз керек. Біріншіден, операцияларды қайталамау. Егер бір операция бірнеше зертханада жүргізілсе, біз одан бір зертхана құра аламыз. Барлық күшті, адами ресурстарды, жабдықтарды да мониторинг және жағдайды зерттеу арқылы біріктіргіміз келеді. Зертхана ресурстарын біріктіру бізге не береді? Біріншіден, бұл осы индустрияның барлық қатысушыларының жұмысын жеңілдетеді. Екіншіден, бұл зертханаларға өте тиімді. Барлық біріккен компаниялар белгілі бір қызметтерге тапсырыс береді. Біздің желідегі қандай да бір зертханаға тапсырыс береді. Яғни, зертхана өздеріне тапсырыс беретін компаниялардың белгілі бір пулын алады. Бұл табыс. Бұл жеке компаниялар бойынша жүгіру немесе компаниялар келген күту емес. Қарағанды облысында құрылыс кластерін дамытуға байланысты мәселелер. Заңдар өзгерген қоса ала, пысықтауға қажетті қандай да бір мәселелердің бар екен түсіну өте маңызды. Өйткені біз облыс деңгейінде шеше алатын мәселелер бар, бірақ оны тек жүйелік мәселеге айналдыра аламыз. Бұл мәселелер Қазақстан Республикасының деңгейінде шешілу үшін заңға өзгерістер енгізу қажет. Біз әрқашан қазақстандық нарық серпінді, дамып келе жатқанын айтамыз. Бұл нарықта біз үшін әрқашан орын бар деп айта аламыз. Бірақ бәсекелестік орта өте адал емес. Серпінді даму үшін бізге осы бәсекелі ортада неғұрлым сапалы құралдар болу қажет. Оның ішінде заңға өзгерістер енгізу. Міне, біз жұмыс істейтін кластер барлық ақпаратты жинайды. Ол қазір осы ақпаратты талдайды. Содан кейін біз осы құралдарды жұмысқа ұсыну үшін Атамекен палатасы арқылы үкіметке ұсыныстар енгізетін боламыз. Мен әрдайым түріктерді мысал ретінде келтіремін. Олар бір-бірін нарыққа алып қана қоймайды. Егер олар қандай да бір нысанның құрылысын бастаса, оларға Астанада көптеген нысандар берілді. Міне, оларда болат панельді радиаторлардың классикалық өндірушісі. Біз олардың нысандарына жете алмадық, яғни олар барлығын өздерімен бірге алып келді. Құралдар, материалдар, барлығын тіс щеткасына дейін өздерімен бірге алып келді. Осылайша олар бір-бірін қолдайды. Осылайша олардың өз кластері бар, отбасылық, мейірімді, қайырымды кластер. Сондықтан біз мысалдарды үлгі ретінде қабылдауымыз қажет. Велосипед ойлап табудың қажеті жоқ. Тек дайын шешім алып, осы шешімдердің көмегімен нарықта қозғалуымыз керек. Кейін өзіндік құнды төмендету есебінен біз сыртқы нарықтарда бәсекеге қабілетті болу үшін Қазақстанда біздің қатысуымыздың үлесін арттыру қажет екенін түсінуіміз маңызды. За счет снижения себестоимости, как я уже выше говорил, мы могли быть конкурентоспособными на внешних рынках. Кластерлеудің мақсаты өзіндік құнды төмендету. Бүгінгі күні құрылыс секторында тұрғын үй сатып алу санына әсер ететін өте маңызды фактор. Біз шаршы метр үшін 140 мың теңгеге дейін қарап отырмыз. 140-тан астам болса, оны сатып алатындар санаулы ғана. Біздің міндетіміз 140-тан біршама төмендету.
Бізде Төлеген Әшімов бар. Олар менің ойымша Қарағанды тәрізді салайық деген қағидат бойынша бірнеше ғимарат салды. Бұл арзандату әрекеті және кластерге келу себебі. Олар кірпіш зауытымен, темір бетон өнімдері зауытымен келісіп, өз өнімдерін ақысыз берді. Кейбіреулерінде жер болды, онда желілер шығарылды. Содан кейін ғимаратты салып, сатқаннан кейін барлық жеткізушілермен есептесті. Нәтижесінде олар шаршы метр үшін 110-нан асырмады және бұл таунхаустар болды. Бұл тіпті көп қабатты тұрғын үй емес. Таунхаустар көп қабатты үйлерден де жақсы. Міне, осы әрекеттер әркімнің өз тәжірибесі арқылы өзіндік құнын төмендетті. Осылай тәсілдердің бірі кластерлеу болды. Ол кластер деп аталмады. Біз оны бірінші құрылыс тресі деп атадық. Біздің қаланың бірқатар ірі құрылыс компаниялары, оған қоса жобалау институты, құрылыс материалдарын өндірушілер де кірді. Сол кезде Пролюкс сонда кірді. Ірі нысандарды салу үшін бірігуге әрекет жасалды. Айта кететіні, бұл жай ғана алып, кейін әдетте қалай болады? Қандай да бір компания тендер ұтады, себебі оның дұрыс қаламы және блокноты бар. Содан кейін қосалқы мердігерлер көп болады. Ал мұнда принцип мүлдем басқа. Ортақ жауапкершілік. Барлық компаниялар холдинг түрінде кіреді. Бірден айтарым, әрекет болды, бірақ әлі мақтана алатын нәтиже жоқ. Пока там ничем похвастаться не могли.